Алтын күн аспаны, алтын даласы, ерліктің дастаны, еліме қарышы, ержеген даңқымыз шықты ғой, намысын бермеген қазағым мықты ғой. Менің елім, менің жерім, гүлім болып, егілемін, жырым болып, төгілемін менің, туған жерім менің, Қазақстаным. 1995 жылы 30 тамызда Конституция ата заң қабылданды. Ата заңда біздің өмір сүру құқығымыз жазылған. Онда балаларға білім алуға, денсаулығын сақтауға және бақытты өмір сүруге құқылы деп жазылған. Конституция әрбір Қазақстан азаматы өз ана тілін білуге, құрметтеуге міндетті. Тасыған өзен гүрілдеп. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрсеге асық бол, 5 нәрсеге қашық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өмірін алдында, оған қайғы жесеңіз. Әл-Фараби 870 жылы Фарах қаласында, қазіргі Түркістан облысы Отырар ауылында туылған. Ол 700-ден астам тіл білген. Оның 200-ден аса ғылыми еңбектері бар. Биыл Абу Насыр Әл-Фараби бабамызға 1150 жыл толып отыр. Менде өскенде бабама тартып ғылым оқып келеді.